Барлықтарыңызға сәлем. Өте оңай әрі тез жасалатын хэтчнейдің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бізге керек айран, 1 жұмыртқа, 250 грамм айраннан 6 штук хэтчней шығады. Дәміне қарай тұз, қант қосасыз. Өз мөлшерімен сұйық май құясыз. Көтеріліп жақсы пісу үшін разрыхлитель қосасыз. Жақсылап араластырамыз. Қанты, майы бәрі біріккенше венчиктің көмегімен ұн салып араластырып отырамыз. Қатты да емес, жұмсақ та емес, средний тесто елестер. Тестамыз дайын, енді оны демалуға жібереміз. 10-15 минутқа. Енді начинкасын дайындаймыз. Мен 2 түрлі начинкамен жасап жатырмын мына жерде. Пиццаға арналған сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Оған 1 немесе 2 жұмыртқа қосасыз. Жақсылап араластырып, біріктіріп, тестамызды осылай домалақтап жайып, ортасына салып, ашылып қалмайтындай. Видеода көріп отырғандарыңыздай жан-жағын жақсылап жабасыздар. Картошкамен де жасадым. Картошканы суға пісіріп, жұмсақты қуырып қосасыздар. Табамызды қатты қыздырып аламыз. Жаңағы жайылған тесталарымызды қызып тұрған табамызға екі жағын аунатып, қызартып пісіріп аламыз. Сары май жағуды ұмытпаймыз. Сары майды көбірек жақсаңыз дәмді болады. Мені қолдап, лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Хэтчней қай ұлттың тамағы білесіз бе?